жалпы тең теңмен тезе қаумен дейді. Бұл адамның тектілігі туралы ма, әлде керісінше материалдық жағы туралы ма? Қалай ойлайсыз? Бірінші кезекте бұл жерде тектілік деп. Өйткені кезінде адамдардың материалдық жағдайы ақшамен, дүниемен емес, тектілікпен есептелген. Кімнің ұрпағы, кімнің ұлы, кімнің қызы деген сияқты. Сондықтан менің пікірімше ол бірінші кезекте тектілік. Материалдық тұрғыдан екі отбасы бір-біріне сай келмейді. Бірақ менталды тұрғыдан олар көпті көрген, оқыған, тоқыған, жалпы осындай жұптар алдағы уақытта бір отбасы бола ала ма, бақытты? Негізі айтады ғой, заман емес адам өзгереді деп, адаммен қатар заман өзгереді деп ойлаймын. Бастысы екі жас бір-біріне менталды тұрғыда сай келіп тұрса, Мұхтар Шахановтың жақсы бір сөзі бар ғой, махаббат деген сана биігінде екі адамның тоғысуы деп. Сондай мағынада айтатын болсақ, мен ойлаймын, материалдық жағын ысырып қойып, сана биігінде олар өте бақытты бола алады деп ойлаймын. Қандай отбасы бақытты отбасы деп ойлайсыз? Бірінші кезекте бір-бірін сыйлай алатын, ол деген екі жасқа қатысты. Мысалы, біздің ата-анамыз егер бір-бірін сыйлай алса, ол отбасыда бала бақытты. Егер менің жолдасым мені сыйлай алатын отбасы болса, ол отбасыда мен бақыттымын. Сондықтан ең бірінші сыйластық бар отбасы, екінші денсаулығы мықты отбасы бай деп айтушы едім.